Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Біз өткен аптада жанында отырған Гүлім ханымға сбор ашқан болатынбыз. 5 күннің ішінде бізде 517 мың теңге жиналды. Сол ақшаны қазір мен Гүлімге аударамын Каспийна. Аллаға шүкір, енді бізде ниеттенгеніміз миллион жинаймыз деп. Бірақ енді Алланың қалауы бар нәрседе. Сондықтан сіздердің көздеріңізше сізде Гүлжан бір деп шықты. Жоқ, 707 535. Атадыңыз. 707 535 535 82 79. 79. Гүлім Б, е? Дұрыс, е? 517 мың теңге. Мінекей. Бисмилля. Алла қабыл етсін. Баршаларыңыздың жіберген әрбір қаражаттарыңызды Алла тағала сіздерге еселеп қайтарсын. Мінекей. Чекті көрсетсеңіздер болады. 517 мың теңге. Гүлім Болатжан аудардық. Сіз Каспийна істесеңіз болады, түсті ғой деймін. Алла сауаптан жазсын баршаңызға. Осындай жақсы, қайырымды істерге ат салса беріңіздер. Алдағы аптада, алдағы айда бұйырса тағы да осы сияқты сборлар болып жатса, сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Үлкен рахмет. Алла шипасын берсін. Біздің замандасымыз Гүлім кішкене ауырып қапты, ауырады. Енді ат салысқан адамдарға өзіңіздің тілек ниетіңізді, дұғаңызды жасап берсеңіз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жұма мүбәрәк болсын. Ғани мырзаға Алла разы болсын. Әуелі Алла, сосын осы Ғани мырзаның арқасында, осы халықтың арқасында осындай 517 мың теңге жиналды. Енді біз жол жүргелі жатырық қой, енді мүсәпірміз. Оның үстіне денсаулығымыз операцияға бара жатырмыз. Алла жолымызды оңғарсын. Операциям жақсы болып, көзім дұрысталғаннан кейін өзім жеке кәсібімді ашып, балаларымды әрі қарай жақсы, саналы азамат қылып өсірсем деген арманым бар. Сол арманға жетейін. Алла разы болсын баршаларыңызға, садақаларыңызға сансыз сауаптан жазсын. Алла екінен бақытын нәсіп етсін.